Бізде енді келесі тақырып кеуде қолқасы. Жалпы осы кеуде қолқасын айтқан кезде міндетті түрде сіздерден кеуде қолқасының топографиясын сұрайды. Бірақ алдымен кеуде қолқасының топографиясын өтпес бұрын біз қолқа туралы қысқаша анықтама беріп өтсек, чтобы сіздерге түсінікті болу үшін. Біз білеміз, қолқа ол адам ағзасындағы ең үлкен артериялық сабау болып табылады. Осы қолқадан шыққан артериялық тармақтар арқылы бізде барлық ағзаларға, тіндерге оттегі жеткізілетінін білеміз. Қолқа ол жүректен шығатын тамыр. Енді сондықтан біз қолқаның негізгі үш бөлігін ажыратады екенбіз. Ол қолқаның өрлеме бөлігі, пас асценденс аорта, қолқа доғасы, аркус аорта және қолқаның төмендеген бөлігі, пас десценденс аорта деп аталады. Енді осы әр бөлімнің өзінің орналасуына байланысты галатопиясы, синтопиясы, склеротопиясына тоқталатын болсақ, ең бірінші қолқаның өрлеме бөлігі, пас асценденс аорта, ол бізде мінекей галатопиясын айтқан сіздер айтасыздар, кеуде қуысында, кеуде аймағында алдыңғы көкірек аралықта орналасады дейміз. Және склеротопиясын келесі айтқан кезде біз айтамыз, мінекей сол жақ парастernальды сызықтан үшінші қабырғалық деңгейінен басталып, жоғары көтеріледі, екінші қабырғаның шемішегінің тұсында қолқа доғасына ауысып кетеді. Яғни склеротопиясын жаз дегенде сіздер айтасыздар, тағы да қайталап өтейік. Сол жақ парастernальды сызықтан үшінші қабырға аралық деңгейінен басталып, жоғары көтеріліп, екінші қабырғаның шемішегі тұсында, екінші қабырғаның оң жақтары, оң жақтар екінші қабырға шемішегінің тұсында ол қолқа доғасына ауысады деп айтасыздар. Енді келесі синтопиясына тоқталатын болсақ, бұл жерде бізде оң жағында жоғарғы қуыстың вена және сол жағынан өкпе сабауы өтеді деп айтасыздар. Енді осы қолқаның өрлеме бөлігінің өзіне біз мән беретін болсақ, біз білеміз, қолқаның өзі сол жақ қаншадан басталады. Мұның алдында жүрек орналасса, сол жақ қаншадан басталады. Жаңа остеум аорта дейміз, немесе осы тесікті қолқа тесігі деп айтамыз. Осы қолқа тесігінен басталады. Жоғарғы кеңейген бөлігін біз қолқаның ампуласы дейміз, немесе қолқа болтығы деп атайтын, бульбус аорта. Және конус тәрізді бөліктері болады. Осы сол және оң жақ конус тәрізді бөліктен бізде оң және сол жақ тәжік артерия өтеді. Келесі суретке қайтпасақ. Мінекей, мынау бізде қолқаның өрлеме бөлігі, остеум аортадан басталды. Мынау бізде мінекей жаңағы конус тәрізден шығатын тәжік артерия, оң жақ тәжік артерия және сол жақ тәжік артерия. Осы арқылы жаңағы тәжік артерияны білеміз, біз жүректің қанмен қамтамасыз етілуін өткен кезде айтқан болатынбыз. Оң және сол жақ тәжік артерия өзінің тармақтарын беріп, жүректі қанмен қамтамасыз етеміз. Сонымен достар, сіздер қолқаның өрлеме бөлігі бойынша ең негізгі ақпарат ретінде осыларды айтып өту керексіздер. Және сіздерден қосымша сұрақ қалуы мүмкін, оң тәжік артериядан қандай тармақты ретінде сіздер айтасыздар. Рамус интервентрикулярис постериор, ал сол жақ тәжік артериядан рамус интервентрикулярис антериор және циркумфлексус деген тармақтар. Оны біз жүректе де қайталаған болатынбыз. Енді келесі бірінші суретке қайтпасақ, біз енді келесі қолқа доғасы туралы айтайық. Аркус аорта. Ең бірінші қолқа доғасының галатопиясын айтқан кезде сіздер айтасыздар, кеуде аймағында алдыңғы көкірек аралықта орналасқан дейміз. Енді қолқа доғасының өзі склеротопиясы бойынша жаңа есімізде болса өрлеме бөлік қайда келіп тоқтады? Екінші қабырғаның шемішегі тұсында ауысты. Енді қолқа доғасының склеротопиясын айтқанда сіздер айтасыздар, екінші қабырға шемішегінің тұсынан басталып, қиғаш қарай кетеді, артқа қарай бағытталып, төртінші кеуде омыртқасының денесіне дейін жалғасады. Яғни алдынан екінші қабырға шемішегінің тұсынан басталды, артқа қарай қиғаш, осы қиғаш барады, төртінші кеуде омыртқасының тұсында ол біздер қолқаның төмендеген бөлігіне жалғасып кетеді екен. Енді келесі суретке өтсек. Келесі. Енді достар, осы қолқа доғасын айтқан кезде сіздер міндетті түрде осы қолқа доғасынан шығатын үлкен қан тамырды білулеріңіз керек. Мысалы, мына жерде лекцияны суретке түсіріп алып, жаттап алыңыздар, себебі бұны шатаспауымыз қажет. Мінекей қолқа доғасынан ең бірінші иықбас сабауы шықты. Осы иықбас сабауынан екі артерия тарайды. Оң жақ болған асты артериясы және оң жақ жалпы иық артериясы.
және келесі бізде сол жақ жалпы ұйқы артериясы шығады, және сол жақ бұғана асты артериясы. Яғни сіздер айтасыз, қолқа доғасынан иықпас сабауы, сол жақ жалпы ұйқы артериясы, және сол жақ бұған асты артериясы. Ал иықпас сабауының өзі екі тармаққа бөлінеді. Ол оң жақ бұған асты артериясы және оң жақ жалпы ұйқы артериясы болып табылады. Енді бұл қантамырларды не үшін білуіміз керек? Себебі міне, оң және сол жақ бұған асты артериясы әрі қарай қолтық асты артериясын жалғасады да, ол бізде тоқпан жіліктің, одан кейін бізде кәрі жілік артериясы болып, дальше қолды қанмен қамтамасыз етуге қатысады. Ал мына жердегі жалпы ұйқы артериясы болса, бізде әрі қарай мойын мен баста орналасқан бұлшықеттерді, сонда орналасқан ағзаларды қанмен қамтамасыз етуге қатысады екен. Енді келесі суретке өтсек, қолқаның төменденген бөлігіне өтеге, жалпы қолқа доғасы бойынша шығатын қандай вариациялық таңбаларды білу керексіздер, және сол вариациялық таңбалардың яғни қайда барып қанмен қамтамасыз ететіндігін білу керексіздер. Енді келесі біз қолқаның төменденген бөлігі, оның ішінде бүгінгі бізге ең керек тақырып кеуде қолқасына көбірек тоқталатын боламыз. Жалпы қолқаның төменденген бөлігі қайдан басталады? Ол бізде алғанда бізде қолқа доғасы қайдан өтті? Төртінші кеуде омыртқасының денесінің тұсында, иә? Осы төртінші кеуде омыртқасының денесінің тұсынан төмен қарай бағытталады. 12-ші кеуде омыртқаның тұсында қайда өтті? Құрсақ қуысына өтті, иә? Жаңағы көгетті тесіп. Одан төртінші кеуде омыртқа тұсына барған кезде қолқа доғасы бізде жаңағы екі неге тармаққа бөлініп кетеді. Қолқа болса, ол келді да, осы төртінші кеуде омыртқаның тұсына келген кезде екі тармаққа бөлініп, яғни сол жақ және оң жақ жалпы мықын артериясы болып бөлініп кетеді екен. Енді осы қолқаның төменденген бөлігінің өзін екі үлкен бөлікке бөлеміз. Ол кеуде қолқасы және құрсақ қолқасы. Екеуінің шекарасы 12-ші кеуде омыртқасы немесе көгет деп айтасыздар. Енді біз кеуде қолқасына толығырақ тоқталып кетсек, кеуде қолқасының галлотопиясын сіздер айтасыздар. Кеуде қолқасы кеуде аймағында, кеуде қуысында артқы көкірек аралықта орналасқан. Ал склеротопиясын айтасыздар, ол 4-ші кеуде омыртқасының денесінен басталып, 12-ші кеуде омыртқасының тұсына дейін жалғасады. Және көгеттегі бізде хиатус аортикус арқылы бізде әрі қарай құрсақ қолқасына жалғасып кетеді деп айтасыздар. Енді достар, бұл жерде осы көкірек қолқасының өзінің негізгі үлкен тармақтары болады екен. Ол ағзалық тармақтар және париетальды қабырғалық тармақтар дейміз. Енді келесі суретке өтсек, ең бірінші достар, біз ағзалық тармақтарына тоқталайық. Бізде қандай ағзаға бізде қолқаның жаңа кеуде қолқасы тармақ береді? Ол ең бірінші жүрек қаптық, яғни перикардқа беретін тармақтары бар. Бізде қолқадан осындай тармақтар шығады, перикардты қанмен қамтамасыз етеді, әсіресе артқы бөлігін. Одан кейін келесі өнештік тармақтар, ол бізде өнешті қанмен қамтамасыз етуге қатысады. Плюс өнештік тармақтар бізде анастомоз құрайды. Қандай? Асқазан артериясы бар, білеміз, артерия гастрика синистра, оны ертеңізде құрсақ қуысын өткен кезде тағы айтып өтетін боласыздар. Осы асқазан артериясының тармағы и жаңағы артерия тиреоида инферия деген төменгі қалқанша артериясының тармақтарымен плюс жаңағы кеуде қолқасынан шығатын өнештік тармақтар осы өнешті қанмен қамтамасыз етуге қатысады, яғни анастомоз құрайды осы жерде. Енді келесі көкірек аралық тармақтар, яғни медиастин біз айттық, артқы көкірек аралықта бізде осы көкірек аралықтың өзін қанмен қамтамасыз етіп тұрады. Одан кейін бронхтық тармақтар, рамус, бронхиалис, бронхтық тармақтар бізде екі шөлден шығады. Екі жақтан да өкпе қақпасына еніп, әрі қарай өкпедегі жаңа өкпе қақпасын біз білеміз, сол бронхтардың өзі бөлініп кетеді. Сол бронхтың басқа да бөліктерін бізде қанмен қамтамасыз етуге қатысады екен. Енді жалпы ағзалық тармақтар бойынша негізгі осы төрт тармақты білу керексіздер. Енді келесі біз париетальды, яғни қабырғалық тармақтарға өтетін болсақ. Жалпы достар, бұл париетальды тармақтар ең бірінші тағы да үш негізгі артерияны атап өтеміз. Ол ең бірінші жоғарғы көгет артериясы, яғни артерия френика супериор болып табылады. Жоғарғы көгет артериясы ол бізде көгетті, яғни қанмен қамтамасыз етеді. Және төменнен бізде білеміз, кеуде қуысының көгет шалып жатады ғой. Осы төменгі көгет артериясымен бірге өзара
сұрап жатады. Одан кейін келесі ол бізде артқы қабырға аралықтары. Енді осыны жақсылап түсініп алсаңыздар, көп студенттер шатасып жатады. Бізде кеуде қолқасынан мынау қабырға аралықтарды, қабырға аралық деген білеміз ғой, мынау қабырғаның жүргесі арқылы өтіп, қабырға аралық бұлшықеттерді қанмен қамтамасыз ететін қан тамыры. Осы қабырға аралықтарды артқы жағынан кеуде қолқасынан шығатын тармақтар қанмен қамтамасыз етеді. Оның өзінде түгел емес. Бізде 12 қабырға болса, оның 3 пен 11-ші қабырғаның, яғни артқы қабырға аралықтарды қанмен қамтамасыз етеді деп айтасыздар. Ал енді сіздерден міндетті түрде сұрайды, сонда алдыңғы қабырға аралықты қайдан жаңағы қанмен қамтамасыз етеді? Сол кезде сіздер айтасыздар, алдыңғы қабырға аралықты және үстіңгі 1 мен 2 алып кетті ғой, 1 мен 2-ші қабырға аралықтарды мен көріп тұрмын, бұғанасты артериясы. Осы бұғанасты артериясынан шығатын артерия торатика интерна деген тармақ бар, яғни ішкі кеуде артериясы, артерия торатика интерна. Осыдан шығатын тармақтар, яғни артерия интеркосталис антериус, яғни алдыңғы қабырға аралықтарды және 1 мен 2-ші алдыңғы артқысында қанмен қамтамасыз етуге қатысады екен. Ал бізде соңғы 12-ші қабырғаның астында, 12-ші қабырғаның соңғы, 12-ші қабырғаның астында жүретін артерия бізде қабырға асты артериясы деп аталады, яғни артерия субкосталия. Енді бұл артерияның өзінің ерекшелігі 2 тармақ береді екен. Ол рамус дорзалис және рамус спиналис. Дорзалис бізде қайда барады? Омыртқаға барады, ал рамус спиналис болса ол жұлынға барып тармақтар береді екен. Енді плюс осы әр артерияның өзінің жаңағы медиалды темірлік, латералды темірлік тармақтары және сүт безіне баратын тармақтарын да береді екен. Енді достар, бұл жерде сіздер нені жаттап алу керексіздер? Ағзалықтан жаңағы 4 артерия дискі бар, өңешке, көкірек аралыққа, мұрындыққа және жаңағы перикардқа беретін 4 тармағы бар. Ал қабырға аралық, яғни аты айтып тұрғанда ол қабырғаға береді. Яғни бұл жерде сіздер айтасыздар, артқы жағынан 3 пен 11-ші қабырға аралыққа бізде кеуде қолқасынан тікелей тармақтар тарайды. Ал алдыңғы қабырға аралықтарды ол бұғанасты артериясының тармағы артерия торатика интернадан келетін тармақтар қанмен қамтамасыз етеді деп айтасыздар. Жалпы осыны міндетті түрде жазып жаттап алыңыздар, оны сіздерден сұрайды міндетті түрде. Және бізде осы қолқа бойынша, оның ішінде кеуде қолқасы бойынша негізгі ақпарат осы. Осымен бізде кеуде аймағының топографиясы аяқталды. Енді сіздер келесі бөлім құрсақ аймағына өтесіздер.